Арасыңызға себеп болғаны сіздің опасыздық жасағаныңызды көрсеткен, айтқан айтпаған үстінде. Сол себепті екеуміздің араңызда неке бұзылған. Содан бастап сіздің өзіңіздің ата-енеңізге деген ашу араздығыңыз пайда болды. Ол араларыңызда ұрыс болып, өшпенділігіңіз пайда болған жазған. Содан кейін Мұханғали Наурызды 2025 жылдың 14 мамырында қасақана қазаға ұшыратқан деген бап сол күйінде қалған. Одан кейін Наурыздың жеке заттарын, яғни ұялы телефонын, 3000 теңге ақша қаражаттарын ұрлап кетті деген бап сізге түсіреді, бізге отыруға рұқсат берген жоқ. Сізге түсініп, сіз сұрадыңыз ғой қай жерде. Және де жеке куәлігін жымқырған деген бап сол күйінде қалған. Айыптау актісін оқытсаңыз, өзгеріс бар, істің мән-жайын баяндаған кезде де. Және де баптың 3-ші бөлімінің 1-ші тармағында Мұханғали Наурыздың жәрдемақысын заңсыз алып отырған деген бапқа сізге интернет алаяқтық деген бап бөлікті қосқан, яғни ақпараттық жүйені пайдаланушыны алдап арқылы алды деген. Яғни 190 баптың 2-ші бөлімінің 4-ші тармағында интернет мошенничество деген сол бөлікті сізге қосылды. Содан кейін келесі және де алдында департаментте Викалиеваны жауап тұрдық қой, сіз білесіз бе, айту актісінде сомаларды нақтылады ғой, 520.936 теңгеде өтекте материал шығынды. Мұханғали Наурыздың заңсыз жәрдемақысын алып отыр деген. Келесі 350 мың теңге алған бөлігінің сол күйінде қалған. Содан кейін өтешқа деген нәсіппен талап қойушы өзінің талап арызында Мұханғали Ақбаян некені бұзу талабымен жүгінуіне жауапкерді некелі қарым-қатынаста адал болмауы, өзара түсіністіктің жоқтығымен, ешқандай да отбасылық өмірдің жоқтығымен байланыстырған. Жауапкер талап қоюға берген пікірінде талапты мойындап, некені бұзуға келісетінін көрсеткен. Яғни Сәсимали. Сот отырысында Мұханғали Ақбаян WhatsApp мобильді қосымшасы арқылы қашықтықтан қатысып, талапты қолдап, берген түсінігінде талап қоюда уәждерін келтіріп, жауапкерге деген ешқандай сезімінің қалмағанын, өзіне опасыздық жасаған әрекетке жиектенетінін, онымен бір отбасы ерлі-зайып болып тұрғысы келмейтінін, татуласуға берілген мерзім нәтижесі болған айтып, некені бұзу туралы талабын қанағаттандыруды сұрады. Жауапкер Сәсимали бірінші сот отырысына қашықтықтан қатысып, опасыздық жасаған әрекетін ағайын тумаға жария етпей, зайыбының құпия сақтауға болатынын, алайда олай жасамағанын, әйел ретінде қатып қалған ұстанымы барын, өзіне санаспайтынын, онымен тіл табысып, отбасы болып тұра алмайтынын айтып, некені бұзуды сұрады. Кейінге қалдырған сот отырысына WhatsApp мобильді қосымшасы арқылы қашықтықтан қатыса алмайтынын, істі өзінің қатысуынсыз қарауды сұраған. Сот шешімімен талап қойшы Мұханғали Ақбаян Мақсатқызының жауапкер Сәрсемали Сұлтан Самиғолына некені бұзу туралы талабы қанағаттандырылып, балаларға неке бұзылған. Басқа осы сот шешімі құрмет сот іс материалдарының үлкеюден себебі қазіргі таңда